Соңғы түскен ақпараттарға қарағанда маралдыны қорғап, алтын өндіреміз деп жерді улап, суды, топырақты, ауаны ластайтын байлық қуғандардың жөнсіз әрекеттеріне, тағылық әрекеттеріне тосқауыл қойып отырған маралды жұртшылығына қазір қудалау жасалып жатыр деген ақпарат түсті. Бұл біз қолдамайтын әрекет. Билік тарапынан жасалып жатқан бұл қылмыс. Биліктегілер ең алдыменен табиғатты, елді, жерді, отанды қорғайтын азаматтарды қолдауы керек. Сонда ғана елдің тұтастығы, жердің амандығы, табиғаттың тазалығы жүзеге асады. Азғантай олигархтардың, инвестор сымақтардың беретін қаражатына алдамшы жандай жол жасап бердік. Қатырамыз, сөйтеміз, бүйтеміз, әлеуметтік жағдай жасаймыз дегендердің сөзіне алданудың түкке керегі жоқ. Ең басты байлық ол адамдардың денсаулығы, өмірі. Ал адамдардың өмірі мен денсаулығы болу үшін табиғат таза қалпында сақталуы керек. Оны улауға, қиратуға, бүлдіруге, жол беруге президенттің хақысы жоқ. Президент Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы ең алдымен мына көптен бері шешілмей жатқан мәселеге назар аударыңыз. Маралдылықтарды сізде қолдаңыз. Маралдылықтарды бүткіл Қазақстан халқы қолдайды. Біз де қолдаймыз. Біз табиғат жанашырларын қудалауды тоқтатуды талап етеміз.